Қызылордадағы Белкөл кентінің тұрғындары көптен күткен табиғи газға қол жеткізді. Сондай қызылордалықтарға жаңа форматтағы алғашқы мемлекеттік жекеменшік серіктестік пайдалануға берілді. Оған қоса 300 отбасы пәтер кілтін иеленді. Бұл игі шаралар тәуелсіздік мерекесіне орай жасалып отыр. Белкөлдіктер қыс бойы көмір жағудың азабынан құтылдық деп қуанады. Ең бастысы өрт қаупі сейілді деген тұрғындар ауылға табиғи газдың келуін бірнеше жыл бойы күткендерін айтады. Қызылордаға тиіп тұрған елді мекенге жылумен қоса береке келген. Халық бұған дән риза. Табиғи газ болмағаннан жұрттың үйлері өртеніп, адам осы дүниядан кеткен заманда болды. Енді осындай чепелар болмай, жұрт деген жылы суға қолын жылтып, үйін жылтып, жаңағы отырады. Көп қабатты тұрғын үйлерді салып пайдалануға беру бойынша Қызылорда облысы көш басында келеді. Аймақта апатты үйлер мәселесі түбегейлі жойылған. Соңғы 4,5 жылда Қызылордада 12 жаңа шағын аудан пайда болды. Бүгін тағы 300-ден астам отбасы қоныс тойын тойлауда. Биыл біз 61 үйді тапсырамыз деп отырмыз. 2971, енді 3000-дай жанұя жаңадан пәтердің кілтін алады. Бұрынғы сауықтыру орталығы жаңғыртудан өткізіліп, жаңа форматтағы 400 орындық емханаға айналған. Бұл нысан аймақтың медицина саласында алғашқы мемлекеттік жекеменшік серіктестік негізінде жұмыс бастағанымен ерекшеленеді. Сегодня в сфере здравоохранения. Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік жекеменшік негіздегі 110 жоба бар. Оның 3-еуі республикалық, 107-сі жергілікті маңызындағы нысандар. 2017 жылы жалпы сомасы 18 миллиард теңгені құрайтын 31 шарт жасалды. Бұл құжаттар емдеу мекемелерін салып, жаңғырту және медициналық техникамен жабдықтауға бағытталған. Аймақ басшысының айтуынша, жақын арада Сырдарияның сол жағалауында алғашқы нысан пайдалануға беріледі. Ол 320 орындық заманауи балабақша. Жаңа шағын ауданға тұрғындардың алғашқы легі 2018 жылдың жазында қоныстанады деген жоспар бар. Шарипа Сақтапова, Қайрат Рабаев, Астана телеарнасы, Қызылорда.